Ошондо кечедеки каламкастай камкоршу туусу бар мынакей Сериктин маңдай багы бесел экен дегим келет. Рахмет. Енді Асқар Таудай әкеміз жанымызда тұрғанда, енді 60-қа даясақ та біз көп сөйлегеннен ұят болады. Сондықтан қысқа айырайын. Барлықтарыңызға рахмет келгендеріңізге, тойға, Ариананың тұсаукесеріне айтқан барлық тілектеріңіз қабыл болсын, Алланың құлағына жолықсын. Енді Серік пен Альбина біздің соңғы үйленген жастарымыз енді. Неше жыл болды үйленгендерге? 3 жыл болды ма? Енді сондықтан жастар, балалы, ұрпақты болып жатыр, бәріміз қуаныштымыз. Арианамыз 1 жасқа толды. Кешіргенде жаңадан туып жатқан сияқты уақыт тез өтеді зымырап. Енді Арианамыз анасы сияқты өнегелі, тәрбиелі, осылай әдепті болып өссін, қыз бала сияқты. Анасын жақсы көремін Альбинаны. Бүгінгі тойда осылай Ариананың туған күнін тойлап, тұсаукесерін тойлап жатқанымызды, Серіктің Секудің анасы Сәуле, о дүниелік болса да жалғыз ұлдан қалған ұрпақ, біз оның туған 1 жасын тойлап жатырмыз. Әрқашан Сәулемізді ұмытпаймыз. Ана болмаған жерде бала да болмайды, бала болмаған жерде немере шөбере де болмайды. Сондықтан анасы біріншіде тұрады, ешқашан ұмытпаймыз. Қай той болсын, қай думан болса да Сәулемізді ортаға алып еске салып та жүреміз осылай. Сондықтан сіздерге барлықтарыңызға рахмет. Арианамыз той осылай құтты болсын, ары қарай жалғаса берсін.